Сондықтан ақыретке сену деген нәрсе, қарап тұрсаңыз, біз енді қарайтын болсақ, мына аятқа, яғни ақыретке сену деген нәрсе бізде теория сияқты көбіне. Сондықтан біз ақыретке деген иманымыздың өзін дүниемен байланысымыздан қаншалықты жоғары тұр бұл. Осы нәрселерді әрдайым тексеріп жүруіміз үшін Алла Тағала бізге оқиғалар ұйымдастырады өмірде. Мысалы, жаңағыдай өзіңізге сізде бір қалтаңызда бір ақша түсе қалса, пайда түссе, бір пайда түсті. Сіз пайда түскен кезде сіз ол автоматты түрде нені көздейсіз? Үйіңіздегі туысқандарыңызға, әйеліңіз, бала шағаңыз, ата-анаңыз әйтеуір бірдеңе алып барайын, алып берейін деген автоматты түрде келеді ол. Сосын автоматты түрде келмейтін бір нәрсені келтіреді Алла Тағала. Біреу звондайды. Мысалы, 10 мың қарыз керек болып тұр, көмегіңіз керек болып тұр деп. Сол кезде ана звонок кенеттен кеп қалған кезде, ол кенеттен кеп қалу болмаса емтихан болмайды. Өйткені сіз сол емтиханға дейін мешітке барып жүрсіз, Құран оқып жүрсіз, яғни сіз дайын жүрсіз. Жаңағы жерде дайындық жұмыс істемей қалады. Егер де сіз мешітке барып жүргеніңіз, уағыз оқып жүргеніңіз, әрине біреулермен таласу, тағы бірдеңке, сол нәрсе үшін оқып жүрсеңіз, ол ана жерде көмектеспейді ол. Соқтан жаңа телефонда келген кезде маған оның бір қарыз керек болып тұр еді, осындай болып тұр деген кезде, не мен қазір шындықты айтамын? Маған айтты ғой Тағала, шыншылдарды шыншылдығымен жарылқайды деп. Не мен қазір жасайын бір нәрсені? Оған қабілет бар. Мен жасайын. Енді кейін болмаса қазір болмай тұр деймін мен. Сөйтіп мені болмай тұр дегенмен Алла Тағала болмаса болмай қойсын. Бірақ оған басқа бір өте тауып береді, сауабын беретін. Түсінсіз ғой? Өйткені сізге тіреліп қалған жоқ өмір. Сізге не үшін бұл нәрсені істейді? Сіз байып алам екен деп та, ақыреттен бірдеңе ұтып аламын деп. Сосын осылай мен істегенім үшін күндердің бір күні бұған мен өкінбесем бұған. Кәдімгі қалыпты менің қасиетім айналатын болса, мен бұның кесірін тартам бір күні. Алла Тағала оны 10 мың қыпқа, 20 мың қыпқа, 30 мың қыпқа шығартады. Ауыртама мені, дөңгелекпен бірдеңке болама, ол шығады. Неге? Өйткені Алланың сұраған еді, сен берген жоқсың. Алла оны саған ұнамайтын басқа жолмен алады. Көрдіңіз, сол кезде сізге Алла, сол кездегі қателігің ғой. Кешірші, енді олай істемеймін, кешірші деп түсінген жүрекпен кірсең, онда сол қиыншылығың үшін сауапты жазады сізге. Жаңағы нәрсе. Егер дым түсінбесем, онда үстеулер қалап қалған адам болам болды. Онымен жағдай өзгермейді. Міне сондықтан біздің түсінетініміз, Алла Тағала бір нәрсені қалап қойса, одан басқа нәрсені сізге қалау еркі жоқ. Иманыңызға, нәпсіңізге бар. Нәпсіңіз қалап өз бетінше жүре берсеңіз болады. Міне осындай нәрсе. Неге Алла Тағала бұлай қалап жатыр? Аллаху азиз. Өйткені Алла Тағала ғиззаттың иесі дейді ол. Өте күшті. Өте күштінің құлдарын күшті қылғысы келеді жердің бетінде. Күштінің құлдары қандай болу керек жердің бетінде? Күшті болу керек. Көрдіңіз ғой, пәрменді болу керек. Әділетсіздер секем алатындай, күнәқарлар түк істей алмайтындай алыста. Тазалықтың көкесі сол. Сескену керек бұл үмбеттен деген нәрсе да. Хаким, және мен данамын дейді Алла Тағала. Мен даналығыммен шешіп жатырмын дейді.